Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз малдың төс етінен жасалатын рулет дайындайтын боламыз. Бүгін біз осы малдың төс етінен рулет жасайтын боламыз. Ең алдымен бірінші төс етіміздің қалың жерлерін жұқартып арасынан тіліп алатын боламыз. Етімізді әр жерін осылай жұқартып тіліп алатын боламыз. Мінекей, мен де осылай тіліп алдым. Осы етіміздің үстінен әртүрлі дәмдеуіштерімізді, тұз, қара бұрыш, паприка, дәмдеуіштерімізді араластырып, осының бетіне жақсылап сеуіп алатын боламыз. Дәмдеуіштерімізді осылай әр жерінен жақсылап сеуіп алып, араларына кіргізіп сеуіп аламыз. Сонда дәмі өте керемет болып шығады. Дәмдеуіштерімізді жақсылап сеуіп алдық. Енді біз сәбізімізді осылай үкіштен өткізіп, 2 дана сәбізімізді үкіштен өткізіп алдық. Осы сәбіздерімізді бетіне сеуіп, сосын рулетімізді орап аламыз. Дәмдеуіштерімізді сеуіп, оның үстінен үкіштен өткізілген сәбізімізді жақсылап сеуіп алдық. Енді рулетімізді орап шығатын боламыз. Менде осылай 2 рулет шықты. Енді осы рулеттеріміз ажырап кетпеу үшін менде осындай ақ жіппенен сыртынан орап шықтым. Сіздер пищевой пленкамен орап шықсаңыздар да болады. Енді осы рулеттерімізді жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып қоятын боламыз. Жарты сағаттан кейін алып, қайнатып, 1 сағат баяу отта қайнатып алатын боламыз. Мінекей, рулетіміз дайын болуына аз қалды. Қайнап. Мінекей, рулеттеріміз қайнап, әдемі болып бұрқырап қайнап жатыр. Пісуіне аз қалды. Мен 1 сағатқа қойғам отқа. Қазір баяу отта әдемі болып бұрқырап қайнап жатыр. Осылай қайнатып аламыз рулеттерімізді. Рулеттеріміз дайын. Кешкі асқа ұсына берсеңіздер болады. Менің рецептім ұнаса, маған тіркеліп кетіңіздер.